мен 8 жыл атақты болуды армандадым, ойлашы. Ата-анам үмітін ақтағым келеді. Арай, енді сен Қазақстан патологына жеттің деп ойлайсың ба? Мен атақты болып кетемін, мен тап қалым керек, все, это мой шанс. Косметология бағытына кететін шығармын. Арайка, жалпы TikTok-пен қандай материалдық байлық ала алдың? Машина, үй? Өйткені ақша болмады, қорқыныш болады. Қорқаннан іш ауырады ғой андай. Арай проектпен 100 миллионға жуық ақша таптың ба, или көп, или аз? Жағдайым жоқ, өтініш 10 теңге рекламы істеп берші, істей саламын ғой. 400 мың теңге, миллион подписчикпен аз емес па? 4-5 айға дейін мен прям депрессияға болдым. Мен айттым, Арайдың қолынан келді, менің де қолынан келді. Все, жаңағыдай напряжение жасамай, подкаст жазып тастайық. Арай, қалайсың? Жақсы өзің. Жақсы. Кеп қалдым подкаст алаңымызға. Келдім. Халау. Сәлем. Бұл подкасттың мақсаты жалпы осы медицинада жүріп, өмірде жетістікке жеткен жандарды шақыру. Сен бірінші қонақсың. Рахмет. Енді сенімен бүгін көбірек танысамыз. Жалпы өмірлік мақсатың, қайдансың бәрін айтып берсең балаларға. Барлықтарыңа сәлем, мен Арайка, қазір блогермін, анамын деші. Және де 6-шы курс студентімін общий медицинадағы. Мен Шымкент қаласының тұрғынымын. Шымкенттегі городтың өзі, Наурыз микрорайонында. Жасым 22-де. Бір баланың анасы. Қоймаймын. Молодец. Күшті да, мысалы сен келіп бірден энергетикаң сезіледі. Қойш? Наигранды емес, қашаннан бастадың бұл актрисалық шеберлік деп айтыламыз ба сенікін? Актрисалық шеберлік негізі мен кішкентай кезімнен бастайтын. Мен 8 жыл атақты болуды армандадым, ойлашы. 8 жыл, 4 жылды қоссаң, примерно енді испытательный математика андай. Мен кішкентай кезімде всегда өнерге баратынмын, биге баратынмын, модель болғым келетін, бәрі болғым келетін, бірақ амал жоқ. Әке-шешемнің туысқандарының айтуы бойынша медицинаға түстім. Не үшін медицинаға түстім айтайын ба? Мен дорама көрдім. Потомки солнца деген. Сол дораманы көріп, мен де врач болғым келеді, мен де бір дәрігерский махаббат болсын деп дәрігер болдым. Жалпы бәріміз оңтүстіктікіміз ғой, Райша. Бізде жаңа бар ғой, или мұғалім, или дәрігер болсын деген. Тура осыны айтты маған. Сол, мысалы қараш, мен сен білем бұрыннан канал жүргіздің, инстада танымал болмастан бұрын. Карантинге дейін. Жаңа видеолар салатын ең, өтпейтін еді, өтпейді. Карантин қалай өміріңді өзгертті, ковидтің карантин? Карантинда бос уақыт бар, сабаққа барып келмейсің, шаршамайсың. Үйде оттым да күніге 1 ай өтпесе де видео түсіре бердім, 1 ай. Сосын бір орыстардың бір-біріне подкаст жасаған видеосын көрдім да. Мен көрейінші ойланып да, дедім, егер көшедегі адамдарға подкаст жасасам, олардың эмоциясы біреуге қызық шығар деп, соны салып едім. 2 күн екен, барс өтіп кетті ғой. Мен атақты болып кетемін, тап қалым керек, все, это мой шанс, жіберіп қалмау керек мүмкіндікті дедім да. Күніге сондай түсірдім ғой. Сосын Шымкентте бастадың түсіріп? Шымкентте, Арбатта. Вообще күшті. Яғни TikTok сенің тағдырыңды өзгертті десек келе ма, или қалай? Өзгертті. Прям қатты өзгертті. TikTok арқылы мен өзім сүйікті ісіммен ақша таба білдім. Ақша табуға болады негізі любой нәрседен. Өте жақсы. Жалпы қалай Арай, сен медицинада оқисың қазір, бір балаң анасысың. Күйеуің бар. Күйеуім бар. Қалай бәрін совмещать етіп жүрсің? TikTok'ың бар, Insta'ң бар, YouTube'ың бар, ютубым бар, телеграмым бар. Бәрі бар. Біріншіден медицинада шынымды айтсам, тез бітіргім келіп жатыр 7-ші курсқа дейін. Потому что ата-анам үмітін ақтағым келеді. Ата-анам жалғыз қызым ғой. Жалғыз дегенде үйдегі жалғыз емес. Просто қыздан жалғызбын да, үлкені. Үмітін ақтап, жүздеріне күлкі сыйлағым келеді. Енді амал жоқ, енді оқып жатыр түске дейін, бірақ беріліп оқып жатыр мен андай. Жоқ, оқымай емес. Екіншіден балама енем қарайды. Күніге азан кешке дейін енем қарап отырады. Рахмет ол кісіге. Күйеуім маған всегда поддержка береді, всегда өнерден. Өнерді өліп жақсы көремін, өліп сүйемін, прям берілем өнерге. Ата-анам үмітін ақтаймын дейсің да, Арай, сен уже үмітін ақтадың деп ойламайсың ба? Сен бүкіл Қазақстан таниды, Өзбекстан, Қырғызстан, айналадағы елдер. Бар, Маңғыстау. Сен бір жаңа корочка дипломмен ақтаймын деген оймасың да, қалай? Марқұм әжем айтқан ғой, врач болып, нормальный оқу бітірші жаным деген ғой. Енді бәрін арманын орындап. 7-ші курста аяқтайын. Болды. Содан кейін не планировать етесіз, қандай резидентураға кеткің келеді? Көреміз, егер өнер жағынан күшті асып кетсем, өнер жағына қарай кетем. Егер өнер жақтан онша болмай жатса, косметология бағытына кететін шығармын. Косметология? Не үшін?
Ақша көп. Сенің қазір ақшаң аз ба не? Қазір бар. Угри сыққан жақсы көреді. Угри сыққанды? Аха. Блин, бірақ сен елестемейді. О, Арайка болып қандай атың бар? Косметолог болып отырған. Иә, отырасың былай деп. Аха. Көреміз енді бұйырғаны ғой. Бірақ өнер жағына хочу. Стационарлық жұмыс, таңнан кешке дейін врач болып ондай кетпейсің. Мен ондай жақсы көрмеймін. Азаннан кешке дейін белі қиналып жұмыс істейсің, бірақ айлық өте аз, 150 ақын ба? Өте аз. Иә. Күніңе де жетпейді. Енді Арай қараш, сен осы деятельность дейді ғой, ісіңмен айналысып жүрген қанша жыл болды? 3 жыл болды ма? Иә, 3 жыл болды. 3 жыл болды. 3 жылда мен өзім бірінші TikTokқа қарсы болдым ше, басталған кезде. Вообще мен TikTok болмайды, адамзатты улайды, балдардың бәрін тупой қылады деп ше. Кейін көрдім, адамдар жарып жатыр. Білесің, мен YouTube'тан бастаған. Иә, білем. Мен мысалы 100 подписчикті 6 айда жинадым ғой бірінші YouTube'тан ше. Но сендер көтерілдіңдер, қарадым, сосын мен өзім TikTok жаздырдым. Сен контентіңді көрсем, сенде и развлечение бар, и жаңағыдай кішкене смысловой нагрузка бересің. Жаңағы қайырымдылық жасайық, әйелін ұрмау деген сияқты. Иә, мағыналы видеолар. Неге бір блогерлер болды, жанды өшті? Иә, бар. Мен достарым, менде бар команда болған, күшті. Жанды менімен бірге көтерілді, потом беріліп кетті. Өйткені ақша болмады. Ақша берілмейді негізі TikTokта. Бермейді, монетизация жоқ. Жоқ монетизация. Сен неге жаны өшпедің, әлі сол бір деңгейде ұстап келатсың? Өйткені мен өпсем, жақсы көрем. Білем, что егер көтеріле берсең, по-любому түбінде саған мақсатыңа да жетесің, плюс табыс та келеді да. Сосын кайфовать етіп жүре бересің, бір пост саласың да ақша алатын боласың. Бірақ сондайлар көп, иә? Иә, көп, өте көп. Жанат өшеді. Иә. Мен сол саған таңғалдым да. Неше түрлі идея? Қазір сен жаңағы розыгрышта жүрсің. Иә, батылдамын мен. Иә, батыл пиццада батылда жүрсің. Қайдан келеді жалпы идея саған? Приколдар бар, өмірден алам, интернеттен алам көбінесе, КВНдер бар, соларға қаймын да былай. Так, деймін да, бүйтіп пазл сияқты құрастырамын ғой. Бәрін құрастыра аласың. Иә. Андай болмай ма сенде, типа выгорание, шаршап кету, тастай салғым келеді дегендей? 2 жыл выгорание болды, 2 жыл депрессияда болдым. 2 қабат жылағым келіп кетті дейсің, 2 қабат болған көтергелі, и бала туғаннан кейін 4-5 айға дейін мен прям депрессияда болдым. Больницаға 6 рет жаттым 1 жылда. Ужас қой, ол 1 жылда 2 қабат кезінде 6 рет больницаға жаттым. Қандай диагнозбен жаттың? Угроза? Угроза, мен 3 рет жаттым, авария болды, еще эмоционалдық бір нәрселер көп, ауырып қалдым ше. Коронавирус болдым еще мен. Бірақ контент тоқтамады ол кезде. Контент тоқтамады. Берілсем мен ары қарай жылжай алмайтын білемін да, өткен достарымнан көрдім. Берілді, олар болып тоқтап қалды. Ары қарай көтере алмайсың, көп еңбек ету керек басынан бастап. Қойш, зачем дедім да, ары қарай жүре бердім. Тоқтамадым. Тұрақтылықпен ұрып кетсің. Иә. Өте жақсы. Мынандай ғой, Арай қараш, осы сен жаңағы енді блогер деп айтылам ба сені? Или актриса деймін ба? Екеуі деп ала береді. Екеуі де, и врач. И врач үшеуі. Бір курстар бірден өттің бе осыған келу үшін? Или бала кезден жиналған опыт па? Курстар дегенде кішкентай кезімде актерский мастерствоға баратын, киноға түсіруді үйрететін, театрға түсіруді үйрететін. Солар арқылы жаймен өзімді аштым да, қазір соны бүйтіп көрсетіп жүрмін елге. Көрсетіп жүрсің? Иә. Сенде андай жоқ па, мысалы мен де балаларға айтамшы, контент жасаңдар. Мысалы медицинаға келдің, талантыңды жеп қоймай шығардың ғой. Нағашым не айтады, көршім не айтады. Ондай блоктан өттің ба сен? Болмады ма сен? Болды. Қалай жеңдің соны? Ешкімге назар аудармадым. Мен даже, білесің бе, андай болған, папам ұрсып берген видео түсірмейсің, все, стоп деді. Мен жындандым да, мен егер мен тағы да әкешем айтқан тыңдасам, мен болды, мен біттім, жүре берем бүйт дедім. Сөйтіп чемоданды жинап үйден кетіп баратқам, шығып, қырсығып. Все, мен бәрі атақты боламын, мен көтеріліп жатыр мүмкіндік дедім да. И сол кезде папа түсінді, что мен оны қатты жақсы көретінімді. И тоқтатты да, бері кел деді. Сосын арға іштен келемеді сол күйі. Все, көнді оларда. Жай мен пиццаны бартер ала бастадым, тегін тамақ, олар все болды. Молодец деді, ары қарай жылжи бердім. Қазір олар маған поддержка беріп жатыр. Иә, батылда мысалы бәрін алып беріп жатыр. Керемет. Жалпы қалай ол ата-анаға қарсы шығу? Особенно оңтүстіктің адамдарына слишком қиын ғой, мысалы. Ұят болады. Менталитет жеп қояды ғой. Қалай қарсы, әкеңе қарсы шығып кетіп тұрсың ғой, мысалы. Сонда жаңағы өзің ісіңе деген бұл не ма? Иә, сүйіспен. Иә, қатты мотивация болды, қатты атақты болғым келді. Потому что білмеймін, кішкентай кезімнен бері арманымды орындауыма мүмкіндік қой, ол пайдаланып қалу керек. Кішкентай мүмкіндік береді өмірінде. Егер оны сен бүйтіп өтіп кетсең, все болды, ары қарай мүмкіндік берілмейді. Иә, пайдаланып қалу керек, сол мүмкіндікті былай қылып ары қарай созып алып кету керек.
Өте жақсы. Арайка, алғашқы 100 000 оқырман қиын болды ма или миллион оқырман ба? 100 000 оқырман, жоқ, миллион оқырман қиын болды. Сен жете алмай кеттің бір кездері? Иә, мен тоқтап қалдым 700 000-нан ба, все, тоқтап қалдым, 3 ай бойы сонымен жүрдім ғой. Сосын сол депрессия кезінде ғой, ары қарай еңбек ете беріп, жаймен басқа контенттер қостым еще үстінен. Сөйтіп жиналды. Ал тиктокта алғашқы 100 000 подписчик ол сәл оңайлау болды. Иә, тез келді өткені, новый контент, новый блогер дегендей. Өте жақсы. Сол істеу барысында медицинадан кеткің келді ма сен, мысалы, білет тасайын болды дегендей? Неге кетпеді? Осы соңғы 2 ай ойым болды. Кетемін мен, все, болды, ақшасын төлеймін. Мен сенімен сөйлескенде айттым ғой алдында. Иә, мен сториске де салып жүрмін ғой, мен болды, не хочу. Өйткені апайлар қатал. Ой, түсінбейді олар. Семейный проблеманы да түсінбейді көбінесе ше. Дәрігерсің ба, дәрігер болып жүру керексің дейді да. И мен түсіндім, ол кезде жеке өмірің қызық емес, дәрігер болсаң. Я хочу более свободный жерге барып, өзімді көңілді сезімім келеді деп шыққым кеп жүрді. Сосын енем хабарласты. Шықпайсың деп. Арай, берілме, ата-анаң саған көмектесті ғой деп. Сосын деп ойланып қалдым. Бітіре салайыншы, 1 жыл қалды ғой. 1 жыл қалды. Иә, 1,5 жыл, иә, все. Отработка не істейсіз? Гранттасың ғой? Гранттамын ғой мен. Отработка көреміз. Бай болып кетсем тағы деп көреміз отработканы енді. Отработканы көтеріп қойса болмайды екен ғой деші. Декретке шығып кетсең болмайды. Иә, декретке, иә. Балаң 3-ке толғанға дейін болмайды. Көңіл толады ма жалпы медицина оқуға, жүйеге біздің? Иә, Асфендияровтың оқуына көңілім толады, күшті, керемет бәрі. Енді кейбір мұғалімдер бар, енді сәл андай, кейбір мұғалімдер бар, андай қатал сығып тастайтын. Бірақ солардың арқасында мен не істедім ғой, оқыдым ғой, қорыққаннан, оқыдым, білдім, қазір сәл кішкене бар. Күшті. Қараш, Арай, сен екеуміз қашан таныстық? 1-ші курста. 1-ші курста. Мен ол кезде вайн түсіретін едім ғой, есіңде ма? Қой! Ты че, саған маған жазғансың ғой? Егер танымал болып кетсең, бір вайн түсірейік, помнишь? Иә. Скринді қоямыз осы жерге. Сол кезде сен қатты танымал болғың келді. Иә, мен вообще, иә. Солай айтып жүрдің, маған айт, менің өзі қанша 700 ба подписчик. Универде танымалсың ғой? Енді универде танымалсың, мен универде танымалдың бәріне бүйтіп қарайтын. Күшті деп. Содан кейін 1 жыл өтті. 3-ші курсқа келдің. 3-ші курста жардым. Иә, депрессияға кірдің. Жоқ, 3-ші курста депрессияға кірмедім. 5 пен 6-ші курста депрессия. Күшті. Жалпы, Арай, бір тапқанда қанша табыс таптың? Стористан или бір посттан, бір рекламный? Ең үлкен табысым ба? Типа, білейін деп. Ең кішкентай табысым 2000 теңге дейші. Ең алғашында ғой. Ең үлкен табысым сол 800 ба, сондай түскен. Бір сторис емес, общий бәрі оптым бүйтіп жиналып қалған, білмеймін вообще қанша екен. Барлық рекламаны сала бергем, бір күнде соның ақшасы полный түскен ғой. Сондай болады негізі блогерлерде. Бүйтіп бейшара болып жүресің, сосын бір күн парс ақша түседі көп. Күшті, вообще күшті. Сонда сенің қазір монетизацияң қалай каналда? Тек қана реклама арқылы ақша табасың ба? Иә, реклама арқылы ақша табам. Болды, басқа жоқ. Ставка, андайлар вообще қойып кеттім мен. Көтергелі вообще. Зачем дедім. Өткенде мен авария болдым ғой. Ставкаға ақша жинап, мен машина алдым. Рекламировать еттің ставканы спорт? Иә, сосын машина алдым. Ата-анам да көмектесті. Бір апта болмады, айда авария болдым. Булшет мұжылып қалдым. Арам ақша ғой. Бәрі айналдырады. Иә. Өзің жалпы кәсіпке қалайсың? Или қатты ақшаң артынан қумайсың ба? Өзіңнің өнімдеріңді шығарайын? Иә, тек ақшаның артынан қатты қумаймын. Лишь бы менің өнерім дамыса деймін да. Адамдар көп танығанын қалаймын да. Басқа елде де қаласыншы деп ше. Сондай мен жүрем негізі. Ақша ол жүре берсең по-любому түседі ол ақша, иә. Арай, енді сен Қазақстан патологына жеттің деп ойлайсың ба? TikTok пен, Инстамен? Жоқ, әлі жетпедім. Неге? Жетемін скоро, көресіңдер. Патолог сен үшін қандай? Қанша подписчик саған патолог все қазақстанский деңгей деп айтыласың? Қазір қазақстанский деңгейде қазір подписчик көп, өте көп қона, хаустарда ше. Солардың жоғары болғым келеді. Шетел, мысалы, Yellow House. Малайзия, Индонезия. Я тоже сондай хочу. Мен хочу 100 миллион. Қазақ тілді контентте қанша жинауға болады қазір TikTok бастаса? Қалай ойлайсың? Қазақ тілді контентте максимум қазақша сөйлеп 5 миллион. 5 миллион. Деп жету шығар, білмеймін. Сол мүмкін. Сен уже контентің тек қазақша, иә? Қазақша, тек қазақша болды, енді скоро жаймен әшейін музыкальный форматта түсіремін. Сөзсіз, чтобы шетелге шығу үшін, иә. Yellow House сияқты, примерно. Да, но Қырғызстан баласы сияқты.
деп бір аптада 8 миллион подписчик жинады ғой. Аха. Сондай хочу. Не істейсің жалпы? Арай, мынандай бола ма? Менің мысалы инстада 23.500 подписчигім бар да. Күшті ғой? Иә. Мысалы охватым 7.000 8.000 студенттер бәрі. Мен арасында жаман жауапкершілік сезінемін ше. 7-8 мың адамға. Неге? Мен не айтып жатырмын, иә. Мысалы мен бірдеңе қате айтып жіберуім мүмкін дегенде ғой. Сен де жауапкершілік сезесің ба? Қазақстанның сен қаншадан қанша аудиторияң? 17 жастар ғой көп. Сол 17-25-те көп. Солар ғана көп. Соларға жауапкершілік сезесің ба сен? Конечно, сеземін. Мен типа дін жағынан маған ол видео түсірген кезде де ойлаймын, типа, мә басқа жағынан түсініп қалмасыншы деп ше. Мысалы кешеде хиджаб киген видеоны түсірдім ғой, үйге ойлап қаламын да, типа, мә ол оңай болып қалмасыншы киіп шешу деген сияқты ғой, әшейін өзім көргенім ше. Сондай бар негізі, ондай нәрсе көп. Уайымдаймын саған кезде, дұрыс салуым керек, мынаны саған кезде адам алданып қалмау керек деген сияқты рекламаға шейін бүйтіп қараймын ғой, тексеріп. Иә. Ал егер сенде ойлашы 100 миллион подписчик болса, тыныш ұйықтай аламын деп ойлайсың ба? Иә. Точно. Бір сторис қойсың, ақша табасың ғой десе. Сондай ғой негізі, көп подписчик болса, бәрі сені көргісі келеді не істеп жатқанын. А сен жүресің недотрога вообще былай. Сөйтіп жол. Иә, саған күшті. Негеші, типа, фильмге түсу, өзің киноңды түсіру. Бар. Қазір шығып жатыр ғой, Жохан шықты, тағым шықты. Мен көп қазақтың. Тоже хочу, кинотеатрдың киносына хочу. Мен сериалдарға түсіп жүрдім алдын. Түстім, қазір әлі шығып жатыр, ол 80 серия ма бір нәрсе. Ладно, көрмеге тұққа құрсында. Сол хочу кинотеатрдың несіне, комедиялық жанрға хочу больше всего, да. Өзің түсіргің келе ма, продакшн не істеп, или әлі жетпедің ба оған? Менің ондай нем жоқ, логикам жоқ ондай. Логикаң жоқ, түсінікті. Енді Арай, қараш, мысалы медицинада оқитын студенттер мен көретін, 1-ші курстан 7-ші курсқа дейін арасында врачтар бар. Қандай қиыншылық болды жалпы оқу барысында сенде, қалай жеңдің? Топ 3 қиыншылықты айтшы. 1-ші курста сессия. Қадаласын. Лето бар еще. Лето қалдым. 1-ші курста 3 лето қалдым. 2-ші курста 2 лето қалдым. Жоқ, 1-ші курста 5 лето қалдым. 5 лето. Иә. Уайымдап кеткесін. Ода папалар ақша төлейді енді. Мә, ұят, позор деп солар үшін оқыдым басында. Солар бар. Еще қатал мұғалімдер бар. Сығатын. Бірінші қиыншылығың сессия болды. Сессия. Не үшін студентке сессия қиын, қалай ойлайсың? Жүйені түсіндірмей ма 1-ші курста қалай? Тапсыру дұрыстап айтпай ма? Бірінші рет қой ол, бірінші рет, иә. Білмейді ғой ешкім не болатынын ше. Қалай болатын өмірімде ондай не көрмеппін, ондай қиыншылық көрмеппін ше. Ауызша тапсыру деген вообще болмайды ғой негізі. ОБТ-ны білеміз, тест жаттаймыз енді. Сәл оны мақұл. Ауызша тапсырудан қадаласын, қорқыныш болады. Қорқаннан іші ауырады ғой андай. Бәрінде қандай сондай. Иә, сондай ішің ауырып, сөйтіп уайымдап, соң ұмытып кетесің. Студентский синдром. Иә, деп сондай болатын. Всегда. Тағы қандай қиыншылық болды? Общагада тұрдың сен, Ой, общага, қиыншылық емес қой, кайф қой, қызық қой, общага деген. Таласу, тамағын ұрлап кету. Медиктер отырады былай. Бүйтіп сабақ оқып отырады, бәрі ше. Соған қарайсың да, ема, мен де сабақ оқу керекпін ғой деп ше. Сондай кездерде болған. Сол қиыншылық болған, тағы жеке өмірімде де қиыншылық болған. Танисың ғой біреуді де ше. Қатты қиыншылық болған болды. Басқа жоқ шығар, иә, басқа жоқ. Сол жігіттен кейін бастамадың ба контентті? Сол жігіттен кейін бастадым. Мен сол жігітпен болған кездепін ғой, жүрген кезінде мен бәрі құлтанып қалды. Сабағым да жоқ. Инстаграмда закрытый қыласың. Вообще жігітпен жүрмеңдер 1-ші курстан 4-ші курсқа дейін максимум. Вообще болмайды екен жігітпен жүрген. Отырасың түске дейін сабақ оқисың да, сосын ойлайсың, мә, анамен кездесу керек еді деп дайындалып отырасың кешке дейін. Кешке сонымен кездесесің, все, ұйықтайсың, сабақ жоқ. Сөйтіп жүрдім 2-3 жылдай бойы. Сосын қой дедім ғой, короче. Айтпай қойын, айтайын ба елде десең, сөйтіп қойдым, жұмыс істей бастадым, өзім ақша тауып, сосын пока дедім ғой. Жұмыс істедім, содан кейін мен уақытым болды, сабаққа да уақытым болды, өзіме де уақытым болды. Күшті сезім екен анау ше. Сосын сол енді арға жүрмедім, ешкіммен, күйеуіммен де қой дедім ғой, жоқ жүрмеймін деген. Ол көмектесті, наоборот, бәріне, сабаққа да бәріне де. Былай қарайқа қараш, мысалы біреумен айырылсасың ғой, сол кезде бір өмір бітіп қалғандай болады, особенно универде. Сен адамды жіберу арқылы өзіңе лучший заттарды тарттың өмірде. Иә. Егер сондай қыздарға қандай кеңес бересің, мысалы, медицинада жүр, жігіт айырылса, сабақ қалып жатыр дегендей. Қыздар депрессия, страдать деп жылаудың қажеті жоқ. Әлі өмір алда ғой, мысалы,
құрсын 5-ші курста может бір не хирург ағаймен жігітпен ғашық болып қаларсыңдар. Пока что қоя тұрыңдар, оқыңдар сабақты. Қазір ең қиын сәт 3 курс. 3 курсты білмесең, особенно патфиз, анатомия дегенде білмесең, все ары қарай жүресің. Қандай деп. Лучше сабақ оқыңдар, стрессовать етпеңдер. Ой, жігіт деген көп қой. Бір күні Алла өзі беріп қояды, өзіңнің жарыңды беріп қояды былай. Сол кезде түсінесіңдер, мынау менің жарым ғой деп жүресіңдер сол кезде. Пока что. Өте жақсы кеңес. Арайка, жалпы TikTok-пен қандай материалдық байлық алдың? Машина, үй? Үй әлі алмадым. Үй алмадың? Сол батылдан ұтсам, үйге жарты ақшамды бөліп. Қай жерден алайын отырсың? Осы Алматыдан. Алтын бұлақ? Алтын бұлақ емес, басқа. Алтын бұлақ емес, точно. Өзім тұрған, просто көп андай қыздар бар деші. Бір әдемі тихий районға хочу, дәу, кең, жылы. Сондай. Охраналар добрый. Дом алғың келе ма, не квартира ма? Квартира алғым келеді. Білмеймін, домның ответственности көп сияқты. Сыртын тазалау. Сырты, мен онда үйге вообще жоқпын ғой. Мен жұмысқа кірем ба, все, жұмыс. Тамақ та істемеймін ой үйде. Сөйтіп жүремін. Енем де түсінеді соны. Үйдің шаруасын вообще істетпейді. Жұмысын істе, қызым дейді, сосын ары қарай істей беремін. Арайка, жалпы осы Арай проектпен 100 миллионға жуық ақша таптың ба, или көп, или аз? Жоқ, аз одан. 100 миллионнан аз. 100 миллионнан аз, ондай емес. Егер мен 100 миллионнан көп тапсам, мен уже давно үйім болатын еді. Давно шетелдерге көп шығатын едім. Неге 1 миллион подписчикпен 100 миллион теңге таппадың әлі? Мен ставка реклама жасамаймын. Ставкасы табуға болмай ма десің ба? Негіз болады, білмеймін. Мен аңқауым ғой, біреу айтады, мынандайға жасай салшы, пожалуйста. Аз ақшаға ше, мен жағдайым жоқ, өтініш 10 теңге реклама істеп берші, істей саламын ғой. 10 000 теңге. 10 000 теңге. Не үшін? Ақшаның құнын білмегем. Қалай ақшаны табу керектігін, ақшаны ұстау керектігін вообще білмейтін. Ой, главное ақшаға 10 000 теңге деп ала беретін ғой. Грамотность жоқ. Да, вообще жоқ болған. Қазір енді бір нәрсе айтса, жоқ, менде өнерім ғой, еңбегім ғой, түсіндір деймін. Конечно. Сөйтіп, қазір нормально енді. Бір сторис қанша қазір сен? Мысалы, мен бір сторисқа, допустим, Инстаграм? Боксты рекламировать етеді десек, мысалы. Менде Инстаграмда қатты активный емес, енді бір сторис мен 20-25 шығар. 20 000 теңге? 500 000 подписчикке? Да, 1 минуттық видео еще анау. 1 минуттық сторис болады менде тағы. Сондай бар менде. Маған, менің каналыма, алдында бір сторисқа 80 000, 100 000 теңге берем деді. Бір сторис. Қойш? Медицинский бір, организация. Мен соны аз дедім ғой. Вот, мен құнымды білмеймін. Сол үшін мен медиаға кірдім ғой. Медиа істеп береді маған. Өзге медиа бар. Соған кірдім, сол арқылы ақша тауып жатырмын, шүкір. Олар жоғары қойды ақшаны, көп қылып ше. Еще профессионально түсіп берді рекламаларды. Блин, 20 000 деген... Аз, өте аз. Маған өте аз. Конечно, саған. Жоқ қой, қазір реклама істеп жүрген жоқпын. Только бартер. Бартер 100 000-ға істеймін. Бартер істейсің. Айына қанша табасың? Чисто табысын. Пайда деген бар, табыс бар, е? Былай 400 000-дай ғой. Средний. Одан жоғары табам негізі. Кейде 400 000 да қалыпты. Средний 400 000. Миллион подписчикпен 400 000. Неге? Мен 5 рекламам бар да, 5 рекламам әлі ақшасын алмадым ғой. Сөйтіп жүрмін. Енді қазір жаймен психология жағымды өзім дамытып, өзім андаймын ғой. Мен туралы не ойлайды, өзім семізбін. Неді құрсын? Толық. Өзім толықпын деген андай самооценка төмен. Соны жоғарылатып, өзім денемді ақшамның ставкасын жоғарылатып, сонымен дамайын деп жатырмын өзім. Сәл өзгеріп жатырмын былай, жақшаға қарай. 400 000 теңге миллион подписчикпен аз емес па? Өте аз. Бірлер айтуы мүмкін, мысалы, ой, 400 000-ды менің нағашым 3 айда табады деп ше, мысалға. Сенде еңбек. Мынандай тема болған, қарашаш. Үлкен корабль бұзылған, моторын бір нәрсе ұру керек болған ше моторда. И бір маман келген, 100 жерден ұрған. Істей алмаған. Бір маман, $1000 дейік та. Бір маман келген, 20 жерден ұрып, ол да істей алмаған. Бір маман келгенде, бір жерден ұрған молотокпен, но ол $40 000 сұраған. И сосын бастық айтқан ғой, неге сен $40 000 сұрап тұрсың, бір ғана жерді ұрдың ғой деп. Но ол айтқан, мен қай жерді ұру керек екенін білемін. Опыт. Қалай күшті мотивация, все, мен қымбаттайды қыздар бізге. Қуанышбек ұрысып жүрмес, рекламодательдер да? Жоқ, ұрыспаңдар. Мынандай ғой, Арайка, мысалы, блогерлер, парочкалар, үйленеді, контент бітеді. Бар ондай.
сенде маған қызық, неге әліге дейін бітпей келе жатыр? Идея қайдан келіп жатыр саған? Күйеуім поддержка береді. Негізі көбісі тұрмысқа шыққаннан кейін все күйеулері все түсірмейсің деп қызғанып кетеді ғой. Біздің күйеуіміз екеуміздің неміз бір бағытымыз. Күйеуің тоже блогер, блогер, бірақ ол больше әншілік жаққа хочет, старается, соған қарай ше. Тоже атақты болу ғой екеуміздің де мақсатымыз. Екеуміз де берілмейміз. Мен идеям болмай қалса, ол айтады, бер кел өзім тауып беремін, деп ше, көмектеседі идеядан да. Ол мықты несі идеясы. Бір-біріңді толықтырасың? Да. Өте жақсы. Өте жақсы. Енді Арайка қараш, медуниверге түсетін адамдар бұны 100% көреді. 10-11 или универдің балдары полный көреді. Мына камера қарап не айта аласың? Что вот балалар, мысалы, таланттарын жеп қоймаңдар. О, Арайка 100 миллионға дейін ақша таппаса да, но тапты. Да, табам скоро, иншалла. Гарантия табасың ше? Иә, табам гарантия. Сенің аузыңа, мысалы, миллион адам қарап отыр. Қалай өзін жеңіп, медицинамен байланыстырып, арманына кетуге болады? Медицина, кейбіреулер бар ғой, бірақ медицина оқиды да, 3-ші курстан кейін беріліп кететіндер ше. Все, деп бүкілін тастап кететіндер. Иә, тастап кетеді. Потому что олар не хочет, да? Нормально, кеспейміз. Потому что олар медицина не хочет. И басқасымен бірге не қосқысы келмейді, и жүреді. Официант болып, дым дамымай көтерілмей. Мотивация жоқ. Сендерге айтарым, даже қаламай болсын, қалап болсын медицинаға түссеңдер, бәрібір до конца алып кетуге тырысыңдар. Любой нәрсе. Может, нақар бір күні. Менде де сондай досым бар, медицина жек көреді, соңында қатты ғашық болады. Ой, қазір ол профи. Бәрін сабақта жақсы оқиды. Апайлармен төбелесіп жүреді до такой степени. Если ұнамаса, хотя бы бітіріп болып, басқа сонымен медицинамен оқып жүріп, өзің сүйікті ісіңмен айналысуға бар мүмкіндік. Бос уақыт көп қой. Азан түске дейін оқисың, болды, ары қарай жатпайсың ғой. Ары қарай любой тірлік істеу керек. Ол өмір өтіп жатыр, сразу кетіп өтіп жатыр, білінбейді, үйленгеннен кейін түсінесіңдер ондай ше. Сразу өтеді өмір. Стап қалу керек, жассың ба стап қалу керек. Екеуімен де айналысып жүр, қайсысы больше саған ұнап қалады, сонымен кетесің ары қарай. Зато не боласың да, успешный боласың. Мысалы, Арай, қорытындылай келе мен саған бір сұрақ қойғым келіп тұрды. Сен өзің Алла тағала әр адамға бір талант береді дейді да. Сол талантпен ақша тапсаң, оңай табасың. Мысалы, сен қазір сені кондуктор қылсақ, жұмыс жаман деген сөз емес бұл жерде. Білем ғой. Сен кондуктор қылсақ, бірақ сен актрисасың. Құдай саған жолды көрсетіп тұр, оңай жол, міне Арай деп. Сондай талантын қалай табады? Мысалы, мен өзім іздендім. Сенің айтпақшы саған көп рахмет. Сен көтеріліп отқан кезде 60 мың подписчигің бар еді инстада. Сен бір видео салдың, сторис. Армандай беріңдер. Мүмкін сен есіңде емес, мен есімде. Мен ол кезде 20-30 подписчик еді ютубта. Армандасаң бәрі болады. Мен айттым, блин, Арайдың қолынан келді, менің де қолынан келеді ғой дегендей ой болды шешімде. Сосын мен де армандап, сенің де менің проектімде үлесің бар да, саған көп алғыс. Мен сосын өзімді іздендім да, Құдай маған ораторлық шеберлікті берген екен. Мысалы, сөйлеп білу, адамдарға түсіндіру, лидерский качество берген екен. Мысалы, Жанел біздің фотографқа күшті талант берген, күшті фотолар түсіреді. Жанел бір екінеңізді қой жүресі осы жерде. Мен түскен фотоңыз қайдан іздеп табуға болады өзіңнің, мынау менің мықты қабілетім деген. Сенікі мысалы актрисалық шеберлік. Ол негізі сразу келмейді ғой. Қабілет, ұзақ уақыттан кейін келінеді. Іздену керексің. Іздеу керек, ең бірінші, может быть, спортқа барып көр. Спорттан болмаса басқаға көр. Сол ішінен біреу ұнайды саған. Все, соған болды, тық етіп қадаласың, инедей, шегедей қадаласың. Все, болды, алынбайды. Біреуін көрдің, тастап кеттің. Ондай болмайды. Мен болған сондай. Спортпен де айналыстым. Мен бәріне барым. Спорт, ақындыққа да, жоқ, ақындыққа логикам жетпейді енді. Спортқа да барым. Мен спортқа немім жетпейді, шыдамым жетпейді. Өнер мен вниманиені қатты жақсы көремін ғой. Вот, все. Сол менікі дедім да, алып қалдым соны. Сол сенікі. Яғни іздеуден жалықпаңдар дейсің. Іздеуден вообще жалықпаңдар. Бір күні кайф болады, кейін тапсаңдар өздеріңізше. Прям күшті болады. Көп рахмет, Арай. Осылай келіп отқаныңа, қанша адамға мотивация беріп отырсың. Мен әлі де сенен мотивация аламын. Бұйырса осы миллион подписчигіңе керемет сапалы контент берсең, одан әрі жаңағы, мен қалаймын да, чтобы сен сияқты үлкен блогерлер көбірек жаңағы мотивация айтса жастарға ше, развлечениені болады, енді сенікі развлекательный, но жаңағыдай мәнді видеолар қоссаң, вообще сенің контентің вообще күшті болады. Мен сен қоғам алдына жауаптымыз, по-любому қарап отқаннан кейін саған тек шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет келгеніңе. Рахмет шақырғандарыңа. Ведущий сияқты сөйлеп кеттім ба? Все, достар, қай камераға қараймын? Мына камера. Все, пока, достар. Пока. Арайға тіркеліп
тіркелсін ба? Иә, тіркелдер. Арайға тіркеліп, видео ұнаған болса каналға тіркеліп кетсеңіздер. Всем пока, достар. Сіздермен бірге болған Қуанышты медицина. Пока. Все. Тез тыққан. Кайф. 30 минут. 54 болды, әні. Үлгердік. Ашылды ма нормальный? Мен вообще бүйтіп ашыламайтын баяғыда. Иә, күшті.